Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған керемет салат рецептін ұсынамын. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыз. Сонымен достар, бұл салат үшін бір қайнатылған картоп, 100 грамм крабовые палочки, 50 грамм ірімшік, 1 шикі сәбіз бен 2 қайнатылған жұмыртқа керек. Ең алдымен картопты үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Одан кейін крабовые палочкиді мінекей осылайша майдалап тураймыз. Келесі кезекте ірімшік пен сәбізді үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Және жұмыртқаны да дәл солай үккіштің майда көзінен өткіземіз. Ал енді салат жинап бастаймыз. Бірінші картопты салып, оны кішкене тегістеп және тұздап, бетіне майонез жағамыз. Айтпақшы достар, бұл қолдың майонезі рецепт сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Одан кейін жұмыртқа салып, кішкене тегістеп және тұздап, тағы майонез жағамыз. Келесі кезекте крабовые палочки салып, кішкене тегістеп майонез жағамыз. Айтпақшы достар, тегістеген кезде қатты басудың қажеті жоқ, сол кезде салат нежный болып тұрады. Енді ірімшік салып, тағы майонез жағамыз. Және соңында сәбіз салып, оның үстінен ақ желкен қойып әдемілесеңіздер артық болмайды. Осымен салат дайын достар, өте оңай және әдемі. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, оған лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.